Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбі сайтында YouTube жобасының кезекті шығарылымы Саран қаласының полиция бөлімінде жалғасын тапты. Бүгінгі біздің қонағымыз Сахил мырза. Мен Мамедов Сахил Асимоғлы, ұлтым Әзербайжан. Саран қаласының көші-қон қызметі тобында жұмыс істеймін. Көші-қон қызметінің инспекторы. Ал қазақша қалай үйрендіңіз? Мен қазақша балабақшада қазақ секторында оқидым. Сол кезде мен қазақ тілін жақсы білемін. Ал қазақ тілін білудің қандай артықшылықтары, немесе қиындықтары болды? Маған қазақ тілі қиын болмады. Әзербайжан тілі мен қазақ тілі ұқсай бір тілдер, түрік тілдері. Сонымен маған қиын болмады. Қазақ тілінің артықшылығы бізге келген адамдармен, азаматтармен диалог құруға барлығы қандастар бар. Мен көші-қон қызметі тобында азаматтар келеді. Өзбекстаннан қандастар, Монғолиядан қандастар келеді. Қырғызстандан қандастар келеді. Сонымен диалог құруға өте жақсы болады. Ал жұмысыңыз туралы айтып өтсеңіз, жалпы қандай қиындықтары болады, немесе қандай қызық жақтары болады? Жұмысымда қызықтық адамдармен, азаматтармен диалог құру, танысу, тілдерді білу, өзбек тілін үйрендім, таджик тілін кішкене үйрендім. Сондықтан барлығы ұлттар, көп ұлттар келеді. Қытай ұлттары келеді, Италия, Испания, Япониядан келеді. Жаңа айтқанымыз ғой, көп ұлттармен жұмыс жасаймын деп, жалпы қай елдерге барып көргіңіз келеді, қай елдердің мәдениеті сізді қызықтырады? Мен көп мемлекеттерде кезгенмін. Грузияда болдым, Азербайжанда болдым, Түркияда болдым, Қырғызстанда болдым, Таджикстанда болдым, Өзбекстанда болдым. Енді Америка кеткім келеді. Сондықтан бүкіл Европаны кезу. Ал бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Қандай хоббиіңіз бар? Бізде көп бос уақыт болмайды. Бос уақытымда отбасымен боламын. Мен хоббим машина. Ал отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз? Отбасым туралы әкем қызмет барысында қаза тапты. Шешем бар, анам бар, үйленгенмін, әйелім бар, кішкентай ұл балам бар. Жақсы, ал бұл саланы, осы қызметті таңдауыңызға не себеп болды? Әкем ізін жалғастырғым келді. Ал бала кезіңізде қандай армандарыңыз болды, қандай орындалған армандарыңыз бар? Ал қандай спорт түріне қызығасыз, қандай спорт түрімен айналысасыз? Жүзуден спорт мастері кандидатпын. Тамаша, ал жүзумен неше жыл айналыстыңыз? 9 жыл айналыстым. Ал осы саланы таңдағысы келетін жастарға қандай кеңес бересіз? Сабыр и төзімділік тілеймін. Это вопрос? Пожелание. Тост. Жақсы, ал әңгімеміздің соңында көрермендерге тілегіңіз болса? Бірінші, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Денсаулық тілеймін, көп сабыр тілеймін. Сол. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің шығарылымымыз осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.